кедергі болып жатыр. Ешкімді көргім келмейді, естігім де келмейді, өзімді жек көріп кеттім, бұл неден болады дейді да. Қайырлы кеш, мен әріптесім. Қазір сұрақ жауап талқылау болып жатыр. Сол себептен қазір мына адамдарда психологиялық сауаттылық жоқ, біріншіден. Екіншіден, енді бір жағынан мынандай рухани даму тұрса, біздің алдымызда екінші жақта күйбіңтірлік жатыр. Қазір екінің басында кредит бар, балаларды жеткізу керек, кредит бар, одан кейін той бар. Сөйтіп жүрген кезде біз күйбіңтірлікте өмір сүреміз. Это специально система такая. Система, былай айтқанда, қоғамдағы болып жатырған індет деп айтсақ та, система деп айтсақ та. Соның ішіне көбісі түсіп кетеді да, как белка в колесе шыға алмайды, өмір сүріп жатады. Белка соның ішінде. Оның үстіне қазіргі таңда профилактика деген нәрсе болады. Алдын алу. Дені сау адам болу үшін алдын алу керек. Спортпен айналысу, дұрыс тамақтану, уақытылы ұйықтау деген сияқты да. Но почему-то оған уақыт болмайды. Манағы белка колесе сияқты күйбіңтірліктің ішіне түсіп кеттік қой. Соның ішінде жүгіріп, таң атып жатыр, кеш батып жатыр, шаршап жатыр, ұйықтап жатыр. Әйтеуір уақыт зымырап өтіп жатыр. Сол белка колесе сияқты жүрміз. Кім үшін жасап жүрміз? Не үшін жасап жүрміз? Түсінбейміз. Әйтеуір бір міндет, тиісті борыш болғасын, әйтеуір сонымен өмір сүріп келе жатырмыз. Самоанализ деген жоқ, отчет деген жоқ. Қайда бара жатырмын? Мына жолы мені қайда апара жатыр? Сені де апарама деген тоже нелер жоқ, ешқандай отчет жоқ адамдарда. Біз әйтеуір бойымызда борыш болғасын, сонымен кетіп бара жатырмыз. Қазір сол невроз туралы айтайын деп жатырмын. Кредит бары қымбат, елде уайым жетеді, невроз капец. Міне невроздың бәрі осы бүйтіп жатқан колесоның ішіндеміз барлығымыз. Ол неврозды мен жасаған жоқпын. Ол неврозды мен жасаған болса, мен сендерге тегін жасап беремін. Сеанстардың бәрін тегін. Оны мен жасап жатырған жоқпын. Бір, екіншіден, өзімде мен неврозға түсіп кету, менде де қауіп бар. Менде сендер сияқты адаммын, пендемін, менде де Алла жаратты. Мен де сендер сияқты, да, сендер сияқты адаммын. Сол үшін мен де өзім неврозға түспеу үшін рухани практикамен айналысып отырам. Рухани практикамен, күн тізбем, расписание планирование дейді ғой. Дәл сондай менің күн тізбем бар. Демалатын күнім, жаңағындай, енді адам баласымын ғой. Одан бастақ жаңағыдай спортқа баратын бір күнім тұрады менің да. Мен күн сайын не істей алмаймын да. Енді үйдегі гимнастиканы мен таңертең тұрып жасай беремін. Оған ешқандай не жоқ. Алып баратын қиын жоқ, бір 15-20 минут таңертең ұйқыдан тұрып, төсегім жинап, шайым қайнағанша бетуғын жуып жасап тастаймын. 10-15 минут менде табылады. График планирование деген адамда жоқ. Бір. Сол себептен міне қараңыздаршы, мен жыл сайын өзіме постоянно блокнот аламын, да? 2021, да? Бұның ішінде мен сізге айтайын, да? 2021-дің декабріне дейін план расписание жазылып тұр мынаның ішінде. План, менде бір жылдық план жазылып тұр мынаның ішінде. Мен жылда қандай мақсатқа жетуім керек деген. Бұның ішіне мен барлығын толтыра алмаймын. Күнделікті расписанием жазылып тұрады. Оның ішіне айтып отырмын жаңа, мен де сендер сияқты пендемін. Міне отдельно жұмысқа байланысты тоже менің мынандай бір планым бар, видите, да? План 2021 вот этот год, да? Міне, менде 21 жыл не істеймін, да? И мына жақта қаяққа баратын поездканың бәрі тоже жазылып тұр уже. Мартта қайда барам, июньде қайда барам, барлығы менде жазылып тұр, да? Чтобы мен заранее білуім керек, билет алатын кезде, ол күнге мысалға ешқандай график қоймаймын деген сияқты менде барлық планмен тұр. Енді адамбыз ғой, пендеміз ғой, 1-2 күн планда ештеңе жоқ. Ештеңе жоқ ондай кезде. Мысалы, мен таңертеңгі планды сызамын ғой, осы планмен жүру үшін план сызамын таңертеңгі, да? Кешкісін отырып сызып қоямын таңертеңгі план. Мен таңертеңгі план сызып қойған кезде 7-8 не тұрады, задача, мақсат тұрады мен алдымда орындайтын. Бір жерге барып жаңағындай ала алмаймын, документімді ала алмаймын, или бір жерге соңға барам, шара бітпей қалады. Сол планды келесі күн ең бірінші задача деп қоямын. Сосын қалған тапсырмалардың орнына, қалған тапсырмаларымды новый пландар. Новый план алмаймын, пока мен ана ескі пландарды бітірген жоқ. Бізде планирование деген, расписание деген жоқ біріншіден. Екіншіден,
профилактика дейміз ғой, жаңағы неврозға түспеудің жағдайы да туралы айтылып жатыр. Ютубта шықпайсаңыз да орысы бар ма, қазағы бар ма, барлығы айтып жатыр, айтылып жатыр. Но бізде не жоқ, әрекет жоқ, действие жоқ бізде, действие жоқ. Біз өзіміз бақылап, контроль ұстап, өзімізді қолға алып, бізде жоқ ондай. План жоқ болғасын, біз қайда, ана, үрген кезде, жаңағы қауырсын қайда қышат, дәл сол жаққа, мына жақтан ұрса, сол сияқты боламыз. Вот. Оны не үшін айтып жатырмын? Это очень важно. Бұрын менде план болған жоқ қой, мен қандай болдым? Мысалы, план жоқ менде, план жоқ. Түстен кейін, ерте шықтым жұмыстан кейін. Келе жатырмын көлігімде, біреу звондайды, қайдасың дейді. Кешке қарай бірдеме, и уже сояққа қарай сұрып кетемін. Сөйтіп жүргенде өзімнің біраз шаруаларым бітпей қалатын кездер болады. Понимаете, да? Бізде действие жоқ, іс-әрекет жоқ бізде. Біз білеміз, оны жасауымыз керек, біз былай қалай. Понимаете, да? И сондықтан бізге не керек болады? Стимул керек болады. Сондықтан біздер мотивация іздейміз. Көбінесе біздер жаңағы жақсы мотивационный роликтер қарағымыз келеді, потому что бізге бір мотивация, біз жатырмыз да, бірдеме істеу керек да. Сил, күш жоқ дейміз, әлсіреп жатырмыз, шаршап жатырмыз. Жаңағы бір адамның хаты түсті осы жерге, да? Мысалы, бір адамның хаты түсті, ешкімді көргім келмейді, естігім де келмейді, өзімді жек көріп кеттім. Бұл неден болады? Понимаете, да? Бұл действительно неден болады на самом деле. Біз осы уақытқа дейін біреудің шаруасын жасадық, біреудің тапсырмасын жасадық, бүткіл бойымыздағы Алла тағала бәрімізге беріп қойған көз, зейін, 12 мүше, организм, кәдімгідей бар ғой, энергия, соның бәрін алдық та, біздер деген бардық та впустую дейді ғой, керек емес нәрсеге құртып жібердік та. Жоқ енді энергия, жоқ. Вот. Ақша да дәл сондай да, Ақша да дәл сондай материал. Инвестиция. Ақша құятын жерге ғана құйған, это актив деп атайды. Ақшаны құясын, бірақ ол жақтан оборот келмесе, это пассив деп айтады бизнесмендер, да? Вот. Ақшаны алады да қайда құяды олар? Бизнеске құяды, что бизнес оборот алып келу үшін үш есе, вот, актив деп соны айтады. Понятно, да? Ақша. А біздер ақшаны құямыз, но жоқ. Оттуда прибыль жоқ. Вот. Сол сияқты энергиямызда прибыль құятын жерге құямыз. Это энергия, мысалға, творчество, шабыт дейміз ғой, шығармашылыққа жібереміз энергиямызды. Сол кезде біз ол жақтан 2 есе, 3 есе қуат алып шығамыз. Ол қуатты сосын қалған мақсаттарымызға жеткізуге әрекет етеміз. Ол мақсатқа жеткеннен кейін одан сайын күшті прилив энергия болады. Бір өзімізге бір гордость болады ғой, мен істедім, мен аяқтадым, неужели деген сияқты мақтанып, такой гордость, уже самооценка көтеріліп жатыр да, оценка. Яғни өзімдік бағалауым жоғарыланып жатыр, өзімді өзім жоғары сезініп жатырмын деген сөз. Өзімдік бағалау, өзімді өзім жоғары сезініп жатырмын. И сол кезде, вот, понимаете, да, и бір жетістік, екінші жетістік, одан сайын біз өзімізге мақтан тұтай береміз. И өзімізде жаңағында айтқандай, ешкімді көргім келмейді, ешкімді естігім келмейді, өзін жек көремін состояние болмайды. Понимаете, болмайды. Это болады, потому что біз шынымен өзімізге вообще мән бермедік, из-за этого болады. Вот. Сосын профилактика, постта жазылып жатыр, дүниенің бәрін жазылып жатыр, посттың ішін бәрін ақтарсаңыздар, барлық пайдалы дүниенің бәрі бар. Бір күнде бір пост тапсырмасын, бір күнде бір пост тапсырмасын, бір күнде бір пост тапсырмасын. Беріп қойдым, да? Почему-то профилактикамен айналыспаймыз, жүре береміз. Да? Бір запаста, архивте, резервте, бір біздің бар ғой, да, не тұрған сияқты. Энергия тұрған сияқты. Қатты қиналған кезде кредитке келіп сұраймыз, сол кезде біреу бізге энергия беретін сияқты. Қатты қиналып резервте бізде энергия тұр. Сосын өмір уақыт тұр. Понимаете, да? Үлгеріп аламыз ғой деген сияқты адамдар болады. Да? Это ошибка. Мысалға, мен 30 жасымда жасамаған нәрсемді ерінсем, ол мен 50 жасымда жасайтын, где гарантия? Мен 50-де 30 жасымдағындай жас болмаймын. 30 жастағында дәл сондай күш болмайды. Бірақ мен қарт емеспін 50 жасымда, но дәл 30 жасымдағындай менде күш қуат тасып тұрмайды. Ол рас, мойындау керек.
да? Күш қуат менде 30 жасымда тасып тұрса, кәдімгідей 160 градус болып, да, 160 градус болып. 50 жасқа келгенде менде 100, 90, 80 болуы мүмкін, разница бар. Вот. 60-қа келгенде маған вообще қиын оны істемеген. Менің алдымда тұрған бір мақсат болып тұра береді. Ол мақсатты мен пока орындамай, ол менің алдымда Алладаған беріп қойған мақсаты, задача, сен соны өтпей тұрсың деген сияқты, бір допусктен өтпей тұрсың деген сияқты менде алдымда тұра береді. Пока мен оны 50-де өтем, или 60-та өтем, или 70-те өтем. Вот. Енді мына неге келетін болсақ, так, баяғы стресс көбейіп келді де, бірақ шығарды неврозды. Ол да болады, иә. Жалпы кез келген, енді өміріміз стресс заманда өмір сүріп жатырмыз ғой, қазір қарап тұрсақ, да, бая үкімет заманда емес, әйтеуір оқуды оқып келсең, сен жұмысқа алады, жұмыспен тағайындайды, үй береді жас отбасыларға дейін, жоқ қазір, да. Дүниеге келдің ба, бітті, налог төле, жаңағы не төле, пәтерге төле, налогыңды төле, сосын жаңа машина алдың ба, машинаның налогысына төле. Бар жерде өзіміз үшін өмір сүріп жатырмыз. Такое ощущение, біз өзіміз үшін өмір сүріп жатырмыз. Үкімет бізге мынандай система болып қойды. Так, дүниеге келдің ба, өзің үшін келдің, ұмтыласың ба, өзің үшін ұмтыласың, жеткің келе ма, өзің үшін жетесің, жете алмайсың ба, солай қаласың, обидно, да, вот. И получается, здесь екі выбор бар. То ли можно ренжіп отыруға болады, действительно, да, мынандай болатын жағдайдың бәріне, да, неге условия самайт, но неге бүйтіп жатыр. Бірақ мен ойлаймын, да, ренжіп отыратын болса, мен могу 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл ренжіп отыра бере аламын. Бірақ менің өмірім өтіп бара жатыр, да, менің өмірім. Бала-шаға қандай ұрпақ қалдыра, мен былай қарап тұрған өтіп жатыр. Уақыт қымбат бұл жерде, понимаете, да, мәселе ақшада да емес, уақыт қымбат болып тұр, да, бұл жерде уақыт. Мен сол жетем деген арманыма 30-да жетем бе, 50-де жетем бе, либо 60-да жетем ба. Вот, уақыт қымбат болып тұр бұл жерде. Сондықтан сеанстар неге психотерапевтте қымбат деген сұраққа мен жауап берейін деп отырмын. Не үшін? Себебі сіз ақшаңызды төлеген кезде сіз манағы өтуге не істейсіз? Өзіңізбен психологический договор қоясыз. Түпкі санаңызбен договор отырасың. Болды, мен жүріп келдім, енді маған тез жету керек. Мақсатқа тез жету керек, уақыт өтіп бара жатыр. Вот. Мақсаттарыма тез жетуім керекпін, тез реттелуім керекпін деген сияқты қойған мақсат бүйтіп жүрсем жүре берем. Көрейінші деп бір көрдім, ұрындым, ол болмады, сосын басқасын көрдім, сосын мынаны көрдім, олай сөйтіп үйренуге де болады. Бірақ уақыт жоғалтып жатырмыз, көрдіңіздер ғой, уақыт жоғалтып жатырмыз. Уақыт 15-20 деген сияқты уақыт жоғалтып жатырмыз. И получается, не болады в итоге. Одан да мен сеанстың қымбат болса да ақшасын берем, и түпкі санада сіз өзіңізбен договорға отырасыз. Шынымен мен әрекет етуге, өзгеруге, мақсатқа жетуге мен договорға отырып жатырмын. Понятно, да? Вот и все. Вот. Егер ол арзан болатын болса, түпкі санада договорға отырмайды. И все. И сіз қараңыз, келдіңіз, адам келді да, маған сеансқа келді. Келгеннен кейін, оның бойында невроз бар. Невроз просто так болмайды ғой, правильно же? Қаншама адам деген стресстерден өтіп келе жатыр, да? И уже адам тоже тірі ағза ғой, шаршайды ғой, робот емес, тастан жаратылған жоқ. И баратта стресстен өтіп келген кезде уже әлсірей бастайды, сбой береді. Понимаете, да? Біз, акасы, өмірімізді күреспен өмір сүріп келатырмыз. Изначально күреспен. Біз күреспен өмір сүріп келатырмыз. Керек емес, понимаете, да? Күреспен өмір сүрудің қажеті жоқ. Біз тек қана өзіміз, өзімізді ғана жеңуіміз керек. Біз өмір емес, өмір бізге дұшпан, қас емес өмір бізге. Ол Алла тағаланың жаратып қойған нәрсесі ғой, былай қарап, әлемді мынан бәрін, су, тау, тас бәрін жаратып қойды. Соның ішіндегі адамдарды жаратып қойды, мысалы қарсы, сүй адамдарды деп жаратып, мен жараттым оны, да. И получается, біз деген соның бәрін қабылдау арқылы өзіміздің эгомыз, жаңа нәпсі дейміз ғой, эго деп айтады психологияда, да, эгомызды жеңу, мысалға, да, неге мен ана туралы жамансыз ойлаймын, неге мен ана бүйтіп отырамын, неге мен одан күдіктенемін, неге мен бүйтем, тіпті бар, неге маған адамдардың бәрі қарсы сияқты, неге мен түсінгісі келмейді, бұның бәрі менің ойым болатын болса, маған келіп жатқан болса, тіпті менің ішкі әлемімде, түпкі санамда, ойымда сондай жағымсыз нәрселер бар деген сөз. Яғни өзімізбен ғана біз күресуіміз керекпіз. И почему-то біз энергия аламыз да адамдармен күресеміз. Адамдармен анаған дәлелдеймін, мынаған орнына қоям, мынаған айтып тастаймын, мынаған қалпағын қайрам. И в итоге біз деген бар ғой, шаршап жатырмыз. Ішіміздегі состояние өзгеріп жатқан жоқ.
и стресс, уже организм дейді, все, хватит дейді. Мен шашып кеттім дейді. Қашанға дейін мықты бола бересің, қашанға дейін сильный бола бересің, қашанға дейін күшті екенін дәлелдей бересің. Все равно сені ренжітіп жатыр, все равно сені шаршатып жатыр, все равно сені түсініп жатырған жоқ, да, все равно ақша жетпей жатыр, все равно отбасында проблема, все равно осындай болып жатыр. И в итоге адам деген шаршает эмоционально, физиологически, морально, психологически шаршает, понимаете, да? И сол кезде невроз уже күшейеді. Вот понимаете, да? Вот сол кезде күшейеді невроз. Это егер ол да бір Алланың жаратып қойған нәрсесі болса, демек бұл жерде не бар деген сөз. Оны да тоқтату керек деген сөз. Кез келген нәрсе біз дұрыс емес жасап жатыр деген сөз. Кез келген нәрсе, да? Вот. Сол себепті айтайын деп жатырғаным, бұл жерде келгеннен кейін біз оны просто педагогический жағынан ақпарат беріп тыңдай қоятын болса, это нормально баға, да? Можно там 4 мыңға, 5 мыңға. Но это результат бермейді сіздерге. Понимаете, да? Бермейді результат. А чтоб сол нәрсені бойыңыздан бар ғой, жылып кесіп алу үшін, манағы нәрсені блок дейміз ба, травма дейміз ба, соны бойыңыздан жылып кесіп алу үшін. Шыдайсыздар ма? Понимаете, шыдайсыздар ма? Сол үшін баға қымбат. Понятно, да? Это сендердің благо, сендердің үшін, кесіп алу үшін. Мен бұл маманға келіп отырмын, мен бұл маманға не беремін? Келісім берем бойымдан кестіртіп алуға. Понимаете, да? Вот. Менде ондай ситуация өте көп болады. Мысалға келіп отыр адамда, ол ұмытып кетті бағаны қанша екенін, да? Потому что проблемасын айтып отырған кезде. А біраздан кейін мен оның бар ғой, сол ішіндегі, сол түсіндім, да, сол именно психотравманың кесірінен қаншама деген бар ғой, өзі шаршап жүр, оның кесірінен айналасында да жағымсыз нәрселер туып жатыр, денесінде де әлсірейді, үрей, фобия бәрі бар екен түсіндім, да. Енді соны көріп тұрмын ғой, енді біздерден былай қарап тұрған кезде көзге көрінбейтін нәрсені көруіміз керекпіз. Соны мен жаймен деп бүйтіп әлі жылған жоқпын, просто мен жаймен де жақындап, осы нәрсені негізінде алу керек деп бүйтіп жаймендеп сөзбен айтып, жан дүниесіне уже тие бастаған кезде, ана кісі орнына атып тұрды да, тимеңіз, шықпаңыз маған ұнамай бар жатыр дейді. Понимаете, қолдағы тікенекті, біз тікенекті бүйтіп жылатын кезде неприятный состояние болады ғой, да? Понимаете, да? Оны жылдыртпасынан іріндеп солқылдай береді. Өзі организм өзі чужеродная нәрсе түсіп кетті организмге. Ағзаның өзі іріндетеді, чтобы іріндеп, солқылдап организм оны вытолкать ету үшін организм. Понимаете, да? Иногда обратное состояние болады. Обратное. Соны жаңа шығып кету үшін адамдар не істей береді? Одан бинттей береді, бетін баса береді, жаба береді. От фобия, қорыққаннан. Менде мысалға келді бір адам демала алмай жатыр, понимаете, да? Оказывается, оның бойындағы манағы стрестердің бәрі жиналған, шыдап жүре берген. Потом бар ол неврозға көтерілген, паника, жүрек соғысы көтерілген. Ол барғанда не істеген? Мана ағза өзі функциясын біледі ғой, қалай істеу керек екен. Ол противоречие жасады. Ағзасына кері нәрсе жасады. Мысалға адам отравление болған кезде уланған адамды не істейміз? Мысалы, не істейміз, да? Обязательно организм тазартамыз. Очисткен соң бүткіл дененің бәрі уланып кетпек. Сол үшін организм өзі жүрек айныртады. Не болды жүрегің айнып тұр? Потому что айтып тұр, уланған нәрсе түсіп кетті. Сондықтан іш құрылысқа тарамау үшін жүректі көтердіп, ары қарай шығарту керек. Видите, да? Экстренный ситуацияда скорыйдан келген кезде обязательно бірнеше литр су ішкізіп, анан шығартады, тазартып. А оны да барады да, біреулер барады, жүрегім көтеріліп жатыр дейді, барады аптекадан алады, против жүрек көтерілетінге қарсы укол салатын болса, анау шығатын нәрсені шықтыртпай тастайды. Сол кезде адам не болады? Температура көтеріледі, видите, да? Поэтому мен сендерге не үшін оны айтып жатырмын, да? Ағзаның өзінің істейтін реакциясына адамдар өздері қорыққаннан, фобиядан кері не береді? Организм өзіне доверять істеуге, да? Потому что организм мудрее нас. Леумаса өзімізде істемейміз. Екіншіден психология сауаттылығы жетіспейді. Вот. Ал соның бәрін алып, тазалап беру үшін маман не істейді? Маман жұмыстанады. За вас, сіздер үшін. Понятно? Поэтому сумма такая. Вот. Рахмет, Ақтаудың қыздары ақылды негізі деп қояды. Мен тұйықпын, бәрі ішімде шын шаршайсың, дәл айтып жатқандай адамбыз. Так.
Мына осы жерде менің коллегам отыр, керемет маман, психолог, психотерапевт, гипнотерапевт. Психотерапия күрделі жұмыс, бұл әдеттегідей психокинез емес. Мен сендерге қараңыздар, бірінші барғы психолог деп болмасаңдар, міндетті түрде консультация жазылын. Консультацияда кеңес аласыңдар. Кеңестің ішінде мана мида хаосты тазалаймыз, жинақтаймыз, мына жерге келіп гипотеза шығарамыз. Яғни психологияның тамыры қайдан болып жатыр, осының бәрі причинасы ма, өздеріңіз ойланып таба алмай жүрсіңдер, соның бәрін шығарамыз. Содан кейін барып мынаның бәрін реттейміз, ойды тазартамыз, неврозды тыныштандыртамыз. Жөнден тыныштық пайда болып бастайды. Вот это соның барлығы просто психокинесте шешіп не істейміз. Понятно, да? Бірінші консультация. Уже дальше ары қарай келетін болсаңыздар, манағыны уже не істейміз, уже дайынсыздар. Алып тастауға, емдеп тастауға уже мүмкіндік бар. Вы же понимаете, да? Өздеріңізге де жеңіл болады. Вот кіріп келген адамға кел сәлематсың, басы жоқ, аяғы жоқ, бірдеме алып тастайын. Это же не будет, понимаете, да? Адам түсінбейді, мен қайда келіп қалдым. Бұрын болмаған мамандар сөйтеді. Ал психологты мен өзімнің клиенттерім уже біледі, олар уже очищение, обследование бәрін өткен, таза болды. Бір келеді, сразу сеансқа келеді, я? Вот. Поэтому психологты өтпеген обязательно консультация келіңіздер. Менде мындай жағдай болды, мысалға да, ой, апа, мен шыдай алмаймын, консультация келеді, мен сразу терапия келем деп. Терапия келді, біздер сразу оны бытырлатып бәрін жасадық. Күшті состояние болды, бірақ өзі түсінбей жүр. Еден қалай болдым, күшті болдым. Понимаете, да? Потому что консультация өткен жоқ. Потому что сэкономить еткісі келді ақшасын, да? Вот. Жан дүниелеріңізге, жан рухтарыңызға, ішкі жан дүниеңізге мен айтқым келеді, да, не экономите свои деньги, не стоит. Понимаете, да? Сіздің денеңізді көтеріп жүрген рух болса, өмірге деген құштарлығыңызды ашатын рух болса, өздеріңізге сенімділігіңізді ашатын рух болса, да? Нет, ол нәрсеге ақша айырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Мен өзім былай қарап. Себебі мен өзім қаншама ауырған кездері үйде қаншама пачка-пачақшыма ешқандай қызығы болған жоқ ол ақшаның. Былай қарап, ешқандай қызығы болған жоқ. Да? Потом ішкі жан дүнием, мен депрессияда жаттым, да? Маған үйдегілер айтты, бар шеш, бар деме, қыдырып қайт, керегіңді ал, бүйт, маған ештеңе керек емес, былай қараптан көрдіңіз ғой, да? Менің жаным құлпырып жүрсе, оның бәрі маған керек болады. Вот поэтому, знаете, да, өзінің ішкі состояниеңізді ақша аюдың қажеті жоқ деп айтқым келеді. Так, сол, бағасы маңызды емес, жазасақ болды. Главное, да, өздеріңіз жақсы боласыңдар, понимаете, денім сау болса, мен дейтін, ол ақшаның бәрін табамын да, денім сау болса деп, мен сол ақшаның бәрін алып құрсыншы деп, мына депрессияны шығам деп, мен кетіп қалдым. Содан кейін барып, да, у меня прекрасное состояние, это очень важно. Так, бұрынғы өзім емес, басқа адам сияқтымын. Ондай состояние тоже болады. Мен келесі эфирде бір күшті бір ситуацияны талқылаймын, да. Мен өзім психолог маман бола отырып, мысалға да, неге мен осындай бір себептерде жүргенімді түсіну үшін мен оған қалай келдім, да. Сол үшін не пропускать эфир, ертең суббота күні кешкі уақытта басталай, сағат 10:30-да кешкі отырып тамашалауыңызға болады. Менде невроз группа бар, WhatsApp-та қазақтар көп неврозды паника атака деп сондай айтады. Жоқ, невроздың түрлері бар, паническая атаканда екі түрі болады өзінің. Потому что мен қаншама паническая атакамен жұмыстан келе жатырмын қазір таңда, бірнеше түрлері бар. Кейін кезде невроз, жайылып кетті. Қазіргі паническая атака вообще жайылып кетіп бара жатыр. Енді бұның себебі қазіргі біздің мына қоғамда болып жатырған нәрсенің бәрі болып жатыр. Енді бізде қолдан келген профилактикасын жағында беріп жатырық, оның бәрін тегінге беріп жатырық, лекцияны да тегінге беріп жатырық. Но енді біз өзіміздің сеансымызға енді өзіміздің немізді алуымыз керек. Біз тегін өткізген жағдайда да ашылмайды. Бірде маған бір мамаша келді, қызын алып келді, мен қызына көмектесті. Бірақ түсіндім, проблема мамасында екен, да, бала қызын деген қатты еркелеп деген істеп ана қыз тұрып отырген түсіндім, да. Сосын мамасымен жұмыстанайын дедім, мамасын шақырдым. Сосын мамасы айтты, ол ақша ғой деді. Сосын мен құрсыншы, қыз бала жақсы болып кетсе дедім, да, енді ақшаға бола келмей үзіп қалмасыншы деп, тегін өте қойыншы дедім, понимаете, да, тегін келді мамасы. Содан кейін причина түсіндім, мамасына оказывается өзінің бір жаңағыдай бір
қатты бол болған өткен шағында, соны ұмыту үшін ойың бәрін жаңа қызына жақсы ана болумен жұбатып жүр екен. Бір жағына ішкі жағынан бір жағы өзінің бүйтіп өмір сүріп жүргеніне, әйел бақытын сезіне алмай жүргеніне көңіл толмай жүр екен. Соны жұбату үшін жақсы мама болып, бар жағдайын жасап, тәртешкенен сол қызын қыдыртып, сол қызын емдеп, сонымен әйтеуір уақыт өтіп, өзін сөйтіп жұбатып жүр екен. Көрдіңіз ғой да? Мен сол кезде айттым, сіздің бұл состояниеңізді көріп отырмын, емдейін, алып берейін деп. Сол кезде сіз күшті өзіңізге толыққанды сенімді боласыз деген кезде тимеңізші деді ғой. Неге дедім, тимеңші деп сөйдеді. Мен сосын кейін түсіндім, мен айттым, сіздің бүгінгі тегін консультацияңыз күйіп кетеді ғой деген кезде күйіп кете берсін деді. Потому что терять нечего. Понятно, да? Поэтому мечтай салмадым. Егер ол ақылы болған кезде, возможно, ол соны алдыртатын еді. Вот. Қашанға дейін өзін алдап жүреді. Ертең қызы тұрмысқа шыққан кезде ол айтады, осында стресске түсіп қалдым дейді. Себебі манағы жұбатып жүретін қызы қасында жоқ. Маған ондай жағдайда өте келеді, 68-дегі апалар да келеді мысалға. Осының кейін өмір бойы балалар деп өзімді балалар үшін өмір сүріп жүрдім деп сүйеді. Күйеуім алқаш болды, енді оны мен арпалысып жүрем ба, құрсын алға қарай ұмтылу керек, балалар жеткізу керек, 6 балам болды деп сөйдеді. Балаларын жеткізіп күшті қылып едім, содан кейін балам үйленіп немерелі бар, балаларыма сағанды немерелеріме жасап жүрдім деді. Күндердің күнде ана келінден көкпеттеніп, мінез шығарып, немерені алып кетті. Смысл жизнь, жаңағы апа жоғалтып қалды. Мен айттым, апаға айттым, апа дедім, смысл жизнь сіздің немереңіз балаңыз алып кеткен кезде жоғалған жоқ дедім. Сіз әуелден өмірдің ләззатын тек қана баладан алуды, жас кезінен, келін кезіңізде проблема басталған, сіз сол кезде сөйтіп үйреніп қалдыңыз деді. Қазір жасыңыз 68 келіп отыр дедім. Сол кезіңіздегі 20 жастағы түскен кездегі проблемалар болды. Жылап жүрді, есіме түсірмеш деді. Ол кездегі дейді, ұрыс, айқай, соққы түсірмеш, маған больно дейді. Понимаете, да? Проблема сол жақтан басталды. Көрдіңіздер ғой да, неге қымбат? Вот, соның бәрін тазалап алып беруге, это қымбат емес, наоборот. Вот. Так, айткүміз привет дейді. Қалыңыз қалай? Қандай методикамен жұмыс жасайсыз дейді. Экзистенциалдық бағыттың гештальт терапиясымен жұмыс жасаймын, телесный. Так, так. Бармаған жерім жоқ, щитовидка, қаншама УЗИлер кетті, бәрі норма, шүкір, Астанаға барып диагнозым невроз екен дейді. Мен сізге айтайын да, невроз деген название болады, бірақ МБК-да невроз деген диагноз болмайды, это точно. Ауызша сөйтіп айтамыз невроз деп. Там астенический синдром деп қояды невропатологтер, да, там қарау керек полностью. Адам өзіндегіні бостандық дәрімен тазаламайды, оймен тазаласа ішіндегі блоктар, ласкоттар шығады. Көп рахмет. Бартаңызға рахмет. Сол өзімізді алдауды тоқтатқан кезде ғана біз шынайы бақытты сезіне бастаймыз. Сол сендерге айтқым келетіні. WhatsApp-қа көрсетілген WhatsApp-қа хабарласыңыздар. Бартаңыз көп рахмет. Менде уақытым келіп қалды. Уақыт болса біраз сөйлесер едім. Келесі кездескенше аман саулықта болайық.